Бозатау районында тұрмыс іләжі шеңберінде әмели іләждар шөлкемлестірілді. Республикамыз бойлап осы жылдың 18 февраль сәнесінен 18 март сәнесіне шекем өткерілуі белгіленген тұрмыс профилактикалық іләжі шеңберінде ораларда әмели ұшырасулар давам етпекте. Осындай іләждардың бірі Бозатау районы Еркіндария ауыл бұқаралар жиыны аймағында болып өтті. Ұшырасуға Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Жәмиетлік қауіпсіздік қызметі құқық бұзушылық профилактикасы басқармасы бастығының орынбасары, подполковник Хурзада Римкулова һәм Бозатау районы ішкі істер бөлімі баслығы полковник Умида Курбанбаева қатнасып, тарауда әмелге асырылып жатқан реформалар бойынша кең түрде түсіндіру жұмыстарын алып барды. Хаялар мемлекет қорғауында атамасында өткерілген ұшырасуда хаял қыздардың құқық һәм мәпелерін қорғау, олардың тұрмысында ұшырасатығын машқаларды үйрену һәм құқық бұзарлықтардың алдын алу мәселелері басты итибарда болды. Ұшырасуда тикарынан хаял қыздарға қарсы басым һәм зорлықтардың алдын алу, қорғану ордерінің ахметі һәм оны беру тәртібі, махаллелердегі басым һәм зорлықтан жәбірленген хаял қыздардың бәнтлігін тәминлеу һәм оларды социалдық қолдау мәселелеріне айрықша итибар қаратылды. Республика көлемінде өткеріліп жатырған 18 февралдан 18 март аралығында тұрмыс іләж давамында бүгін Бозатау районы Еркіндария ауыл бұқаралар жиынында Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Жәмиетлік қауіпсіздік қызметі, құқық бұзушылық профилактикасы басқармасы һәмде Бозатау районы Ішкі істер бөлімімен біргелікте Еркіндария ауыл бұқаралар жиынында хаял қыздармен ұшырасу өткерілді. Бұл ұшырасуда хаял қыздардың құқық бұзарлық һәм жинаятшылықтың алдын алу мақсатында шаңырақта хаял қыздардың рөлі хақында һәм перзент тәрбиесіндегі рөлі хақында түсіндіру жұмыстары алып барылды. Һәм де хаял қыздарға бұзарлық һәм жинаятшылықтың алдын алу мақсатында видеороликлар һәм де буклеттер тарқатылды. Бұндай ұшырасулар Бозатау районындағы мәхәллелерде давам етеді. Айтып өтуіміз керек, бұндай іләждар районның басқа да аймақтарында давам етпекте. Өз кезегінде әйні осындай ұшырасу һәм іләждар шаңырақлардағы рухи орталықтың жақсылануына һәм хаялардың жәмиетлік белсенділігінің артуына қызмет етеді.